Сәлеметсіңдер ме 8-ші сынып оқушылары? Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары және осы геометрия пәнінен бөлек физика және алгебра пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар өздерін көріп отырғандай 3 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 3, 3, 6, яғни 12-ге тең. Бірінші тапсырмасы АБ кесіндісінің ұзындығы 10-ға тең. Егер А нүктесінің координатасы 5y және Б нүктесінің координатасы -3/4 болса, y-тің мәнін табыңыз. Оқушылар, мұндағы АБ-ның ұзындығы бізде 10-ға тең, А нүктесінің координатасы, Б нүктесінің координатасы берілген екен. Яғни мұнда бізде А нүктесінің координатасы y белгісіз. Енді мұндағы y-ті табу үшін оқушылар екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. Ол бізде тең болады, яғни АБ-ның квадраты тең болады x2 азайтылған x1. Бұны квадраттаймыз, қосамыз, y2 азайтылған y1-ді. Енді мұндағы біз y-ті, яғни y1-ді табуымыз керек қой. Енді АБ-ның орнына 10-ды қоямыз, квадраттаймыз, тең, x2 бізде -3-ге тең, x1 5-ге тең. Квадраттаймыз, y2 бізде 4-ге тең, ал y1 бізде белгісіз, ол бізде y-ге тең. Енді жақшаны ашамыз. Мұнда бізде 10-ның квадратын жазып қояйық, 100-ге тең. Мұнда -8-дің квадраты 64-ге тең. Ал мұнда мінеки мына өрнекті былай алсақ болады. 4 азайтылған y-дің квадратын қысқаша көбейту формуласын саламыз. 16 -8y қосылған y квадрат. Енді оқушылар былай алсақ болады. Мұндағының y квадратын өзін жазамыз. -8y, мынау бізде 2 қосылған 16 тең. Мұндағы 64-ті теңдіктің сол жағына -64-те ауыстырамыз. Сонда мұндағы 100 бен 36 болады. Енді былай алсақ болады. y квадрат -8y, мұнда бірісіне есептеп жазсақ та болар екен. Мұндағы 36 -36 ауысады, -20 болады. Енді мінеки квадрат теңдеуге келтірілді. Дискриминант есептейміз. b квадрат -4асы бізде a 1-ге тең, b -8-ге тең, с -20-ға тең. Сонда -8-дің квадраты -4 көбейтеміз 1-ге, көбейтеміз -20-ға. 8-дің квадраты 64. Мұндағы 2 минус плюс болады. 4-ке көбейтеміз 20-ны, 80 болады. Екеуін қоссақ тең болады 144-ге. 144 ол 12-ның квадраты. Яғни 0-ден үлкені, демек 2 түбір болады. Енді біз y1 мен y2-ні есептейміз. 2 түбірін табу үшін -b плюс -d бөлінген 2a деп аламыз. -8 минус пен плюс болады. 8 плюс минус түбір астында 144. 2 көбейтілген 1. 8 плюс минус 12 бөлеміз 2-ге. Енді 8 минус 12 минус 4, 2 бөлсек минус 2 болады. 8 қосылған 12, 20, 2 бөлсек 10 болады. Сонда оқушылар бізде y минус 2 тең болуы мүмкін, немесе 10-ға тең болуы мүмкін екен. Жауабы минус 2 және 10. Келесі тапсырмасы АБ центрі O нүктесі болатын шеңбердің диаметрі егер А және Б нүктелердің координаталары сәйкесінше 3-0, 1-8 болса, онда шеңбердің теңдеуін құрыңыз. Мұнда бізге шеңбердің теңдеуін құру керек. Ең алдымен шеңбердің теңдеуінің негізгі формуласын жазып қояйық. X азайтылған А квадраттаймыз, қосамыз, Y азайтылған B-ны квадраттаймыз. Ол тең болады радиустың квадратына. Оқушылар, мұнда бізде А мен Б ол центрінің координаталары. Енді соны тауып алайық. Центрінің координаталары деп мұнда жазып қояйық. Енді А-ны табу үшін екі нүктенің ортасын табу формуласы бар ғой. Кесіндінің ортасын табу формуласы, соны қолданамыз.
аны табу үшін x1 мен x2-ні қосамыз, бөлеміз 2-ге. x1, y1, x2, y2. 3-ге қосамыз 1-ді, бөлеміз 2-ге, тең болады 2-ге. Сол сияқты бұның координатасын табу үшін y1-ге қосамыз y2-ні, бөлеміз 2-ге. 0-ге қосамыз минус 8-ді, бөлеміз 2-ге. Минус 8 бөлінген 2, сонда тең болады минус 4-ге. Сонда оқушылар, O нүктесінің, яғни центрдің координаталары 2-де минус 4 болады екен. Енді мұнда бізде А мен Б белгілі, енді бізге табу керек радиусты. Радиус табу үшін оқушылар, жалпы радиус бізде тең болады ОА-ға немесе ОБ-ға, яғни мұндағы ОА-ны алсақ болады, немесе ОБ-ның арасында арақашықтығын тапсақ болады, немесе мұндағы диаметрді 2-ге бөлсек болады. Енді диаметрін тауып алайық. АБ тең болады x2 азайтылған x1. Осыны квадраттаймыз, қосамыз y2 азайтылған y1-дің квадратын. Мұнда түбірге аламыз. Бірден азайтамыз 3-ті. Минус 8-ден азайтамыз 0-ді. Мұнда азайтсақ минус 2 болады, квадраттасақ 4 болады. Мұнда минус 8 квадраттасақ 64 болады. 4-ке қосамыз 64, 68 болады. 68 ол бізде 4 пен 17-ның көбейтіндісі. 4 түбір астынан 2 болып шығады, 17 түбірдің астына қалады. Енді радиусты есептейік. АБ-ны 2-ге бөлеміз. Мұндағына 2-лер қысқарады, сонда бізде радиус тең болады екен түбір асты 17-ге. Енді мұнда кеп қойық. X азайтылған А бізде 2-ге тең. Y азайтылған Б бізде минус 4-ге тең. Мұндағы минуспен 2 минус плюс болады, Y қосылған 4 болады. Оқушылар, бізде радиус түбір асты 17-ге тең болатын болса, радиустың квадраты тең болады. Екі жақты квадраттаймыз ғой, сонда түбір кетіп қалады, 17-ге тең болады. Сонда мұнда біз радиустың квадратына 17-ні қоямыз. Шеңбердің теңдеуі x азайтылған 2-ның квадраты қосылған y қосылған 4-дің квадраты тең 17-ге. Соңғы тапсырмасы АБС үшбұрышының төбелерінің координаталары мінеки мұнда берілген екен. А нүктесінің координатасы, Б нүктесінің координатасы және С нүктесінің координатасы. АБС үшбұрышы үшін А тапсырмасы АБС үшбұрышының түрін анықтаңыз, ал Б-да БК медиана екені белгілі болса, онда К нүктесінің координаталарын табыңыз, ал С-да АБС үшбұрышының ауданын табыңыз. А тапсырмасы бойынша АБС үшбұрышының түрін анықтаймыз, ол үшін біз қабырғалардың ұзындығын табамыз. Қабырғалардың ұзындығын табу үшін екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. Онда негізгі формуланы жазып қояйын. Барлығын түбірге аламыз. Енді АБ-ның ұзындығын есептейік. x1, y1, x2, y2. 5 азайтылған 3. Қосылған 8 азайтылған 4. Кішкене ұзақтау есеп оқушылар. Бірдестен
есептеп жазып кете берейік. Мұнда азайтсақ 2 болады, 2-нің квадраты 4, мұнда азайтсақ 4 болады, 4-нің квадраты 16, 4-ке қосамыз 16, 20 болады. 20 бізде 4 пен 5-нің көбейтіндісі 4, 2 болып шығады, 5 қалады. Бұл бізде А-ның ұзындығы. Енді В-сын есептейік. Былай аламыз енді. X1, Y1, X2, Y2. 9 азайтылған 5 квадраттаймыз. 6 азайтылған 8 квадраттаймыз. 9-дан 5 азайтамыз, 4 квадраты 16. Мұнда азайтсақ минус 2 квадраты 4, 16-ға қосамыз 4-ті, сонда 20 болады. 24 пен 5-тің көбейтіндісі 4 шығады, 2 болып, 5 төбе арасында қалады. Енді асын есептейік. Асы тең болады. Мінекей, мына екеуін аламыз ғой. X1, Y1, X2, Y2. 9 азайтылған 3 квадраттаймыз. 6 азайтылған 4. Тоғыздан 3 азайтамыз. 6 квадраты 36. Мұнда 2 квадраты 4. 36-ға 4-ті қосамыз, 40 болады. 40 болып бізде 4 пен 10-ның көбейтіндісі 4 шығады, 2 болып 10 төбе арасында қалады. Сонда оқушылар, бізде 2 қабырғасы тең екен. АБ мен В-сы тең. Демек, мұндағы 3 бұрыш бізде тең бүйірлі 3 бұрыш. Жауабы тең бүйірлі 3 бұрыш. Немесе бедекші 3 бұрыш АБ-сы тең бүйірлі. Оқушылар, мұнда бізде мінекей А-сы тең бүйірлі 3 бұрыш деп алдық. Мұндағы бізде БК медиана болса, бізге табу керек осы К нүктесінің координатасын. Медиана өздерің білесіңдер, қабырғаны теңдей етіп 2 бөлікке бөледі. Яғни мынау 2 қабырға бізде тең деген сөз. Енді К нүктесінің координатасын табу үшін мұндағы асы кесіндісінің ортасын табу формуласын қолданамыз. А нүктесінің координатасы бізде 3-ті 4-ке тең еді. Ал С нүктесінің координатасы 9-ды 6-ға тең. Енді кесіндінің ортасын табу керек, яғни былай жазып қояйық. К нүктесінің координатасын табайық. X-ті табу үшін X1 мен X2-ні қосамыз. Бөлеміз 2-ге. 3-ке қосамыз 9-ды. Бөлеміз 2-ге тең болады 6-ға. Y-ті табу үшін Y1 мен Y2-ні қосамыз. Бөлеміз 2-ге. 3-ке қосамыз 6-ны. Жоқ, 4-ке қосамыз 6-ны. Бөлеміз 2-ге, сонда тең болады екен 5-ге. Сонда оқушылар, бізде жауабы К нүктесінің координатасы 6 және 5-ге тең. Енді келесі С тапсырмасы бойынша бізге табу керек осы 3 бұрыштың ауданын. 3 бұрыштың ауданын табу үшін оқушылар, мұндағы мінекей асыны көбейтеміз мұндағы БК-ға. БК бізде әрі биіктік, әрі медиана, әрі бисектриса болып тұр ғой. Сонда табан мен биіктікті көбейтеміз, және бөлеміз 2-ге. Бізде асының мәні белгілі, жаңа таптық. Ол бізде 2 төбарасты 10 еді. Енді біз табу керекпіз БК-ны. БК-ны табу үшін 2 нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. Яғни x2-ден азайтамыз x1-ді, y2-ден азайтамыз y1-ді. Квадраттап қосып төбірдің астынан шығарамыз. 6-дан азайтамыз 5-ді. Қосамыз 5-тен азайтып 8-ді. К нүктесінің координатасы мінекей 6-да 5, ал Б нүктесінің координатасы бізде жаңа 5-те 8 еді. Енді мұнда азайтсақ 1 болады, квадраты 1,
Мұнда айтсақ минус 3 квадраты 9 болады. Төбір асты 10-ға тең. Енді орнына қойып есептейік. Асы бізде жаңа табылған еді. 2 төбір асты 10-ға тең. БК төбір асты 10-ға тең. Бөлеміз 2-ге. Мұндағына 2 қысқарады. Төбір асты 10 мен төбір асты 10-ды көбейтсек, төбір асты 100 болады. Ол 10 болып шығады. Сонда оқушылар үшбұрыштың ауданы бізде 10-ға тең екен. Түсінбеген есептерің болса пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.